Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, албетте Аллах Таала дейді, денсаулықты, өнері бар момынды жақсы көреді дейді. Құдай Таала денсаулығы бар болған болса мұсылман, өнері бар, bir önörдің есі болған мұсылманды жақсы көреді екен. Вала юхиббу, Аллах Таала жақсы көрмейді деді бұл хадисте. Кімді? Әл-фариға сахих. Бірақ денсаулығы бардағын қолы бош, өнері жоқ. Бекер бос. Кешке жатады. О қатынға ям жақпайды екен, Аллахқа ям жақпайды екен. Алшы. Ошон үчүн Құдай Таала жақсын десе, Құдайға жаға тұрған болса, инсан денсаулығы бар бу, өнер қылсын. Же дүние үшін әрекет қылсын, же ақырет үшін. Ошол дүние үшін әрекет қылғандар дагын ниетін турласа ошол иши дагы ақырет иши болуп эсептелине берет. Ошол дүние үшін кылып аткан өнөрүңүз, эмне өнөр болбосун, бардыгыңыздан өнөрүңүздөр иншалла. Мына ошол нерседе ниетти эле жаңылайлы. Ниет эң бир чоң түркүк. Ниетти эле жаңылап, ниетти Аллах разылыгын кылайлы. Мына ошолордун бардыгы иншалла Аллахтын жолу, сиздердин бардыгыңыздарды иншалла ошол өнөрүңүздөр себептен Аллах жакшы көрөт экен. Өнөрү жок, бекер бос болуп, же бир акырет үчүн амал кылбайт, же бир дүниясы үчүн амал кылбагандарды Құдай Таала андайларды жаман көрөт дейт пайгамбар алейхисалам. Аллах жаман көргөндөрдөн болбойлу, балким адал кесип кылгандардан, адал кесип менен иш кылгандардан болойлу. Ошол адал кесип кылганда дагы иншалла 5 убакыт намазыбызды эстен чыгарбасак, ошол тапкан кесибибизден бериле турган садакасын эстен чыгарбасак, иншалла ар бир кылып аткан өнөрүбүздө сооп алып турабыз. Ошол баскан жолуңузда сиз дагы Аллах жолунда болобуз. Құдай Таала бардыгыбызды Аллах жолунда болгондордон кылган болсун. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Бисмиллахир рахманир рахим.